Сәлеметсіздер ме? Педагогика пәні бойынша аттестациядан өтетін мұғалімдерге арналған тест талдау. 2023 жылы шілде айында келген тест. Бірінші сұрақ, педагогика 4-ші нұсқа. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ. Жауабы түрткі болу. Екінші, оқу нәтижелерінің 5 түрі анықталған. Оқушыға қатысты сыртқы фактор ретінде қарастырылатын оқу нәтижесі. Жауабы білімнің сандық ұлғаюы. Үшінші, мұғалімнің көзқарасы қабылданған шешімінің және іс-әрекетінің негізі. Жауабы ұстаным. Төртінші, Чиксент-Михайдың өзіндік мақсат деп атайтын сызбасы бойынша оқушыда төмен машық болып, ал оған жоғары талап қойылғанда орын алатын нәтиже. Жауабы алаңдау. Бесінші, орта мерзімді жоспарлауда оқу мақсаттарын қалыптастыру шараларын білуге бағыттайтын негізгі сұрақтың бірі. Жауабы оқушылар нені білуге тиіс. Оқушыны бағалау үшін интерпретация үдерісін көрсетіңіз. Жауабы оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. Жетінші, жаттап алынған білімді тексеруге арналған сұрақ. Жауабы төмен дәрежелі сұрақ. Сегізінші, оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы. Жауабы өнімділік тапшылығы. Тоғызыншы, оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі. Жауабы оқу үшін бағалау. Оныншы сұрақ, сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі. Жауабы оқу сапасын арттыру. Топтық әңгімеге тән жағдайды көрсетіңіз. Жауабы идеялар қайталанады және ұсынылады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. 12-ші сұрақ, Кохлберг бойынша моральдық пайымдаудың екінші деңгейі. Жауабы дәстүрлі моральдық пайымдау. Балалар өздерінің білім сеніміне сүйеніп пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Жауабы оқушыға бағдарланған. 14-ші, өзгелерден қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем. Жауабы ойлау қабілетінің жылдамдығы. 15-ші, құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт. Жауабы әлеуметтік жағдаятта. Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты. Жауабы оқудағы қиындықтарды анықтау. 17-ші, білімнің педагогикалық аспектісі. Жауабы оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі. 18-ші, Фриманның дарынды, талантты балалар тексеру парағы бойынша мәселені шешу өлшемінің сипаттамасы. Жауабы ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын айқындайды. 19-ші, өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ. Жауабы түрткі болу. 20-ші, дарынды және талантты оқушылардың жаңа идеяларға, сынақ жүргізуге және қателесуге тәуекел етуге дайын деген сипатының санаты. Жауабы креативті ойлау. Ал құрметті әріптестер, игіліктеріңізге жарасын, аттестациядан жақсы дайындалып өтіп кетіңіздер. Мені қолдап қойыңыздар.